Саламатсыздар ма, құрметті подписчиктер. Бүгін біздің алдымызда M6 D101S картриджі. Біз соны заправка жасауын үйренеміз. Заправка жасау үшін бізге құрал саймандар қажет. Утконос, отвертка, четка және фигурный отвертка. Және тонер SP04 деген бұның заменяющий бар. ML2165, ML1710 деген сияқты. Және спирт керек. Кәдімгі медицинский спирт. Кішкентай шүберек керек. Картриджді ашу үшін бір шетінде шуруптар бар. Шуруптардан бастаймыз. Бұл шетінде 4 шуруп бар екен. Шуруптарына босатамыз. Картридждің шуруптары бәрі бір типті, бір-біріне ауыстырып қолдануға болады. Яғни размерлері бірдей. Осы жерде крышкасын ашу үшін плоский отвертканы алып, штопорын алуымыз керек. Мына штопор ұстап тұр. Плоский отверткамен штопорын жаймен сыртқа итермелеп ашамыз. Мінекей кіргізіп жаймен сыртқа итертек шығады, штопорымен бірге шығады. Мінекей шықты штопор. Екі шетінде де штопор бар. Бұл кішкентай штопор. Бұл штопор жаңағы картридждің екі жағынан қысықтыру үшін керек. Төбе жағында крышкасы бар, оны жаңағыдай плоский отверткамен шығартып аламыз. Мінекей шықты. Қалың штопор, ол барабанныкі. Ол түсіп қалмау керек, өз орнына тұрсын. Енді екінші шетіне өтейік. Екінші жағына екінші жағында 4 шуруп бар екен. Соларды босатамыз. Босатып шуруптарын бір шетке жинап қоямыз, жоғалып кетпесін. Біздің отверткамыз магнитный отвертка, яғни шуруптарына жабыстырып тұратын отвертка. Мінекей мына жерде пломба тұр, яғни қағаз жабыстырып қойған наклейка. Біз соны ашып аламыз жаймен. Бұл картридж алғаш рет ашылып жатыр. Бұған дейін мүлдем заправка болмаған. Қазір енді бірінші рет заправка істейін деп жатырмыз. Мінекей плоский отверткамен жаймен кіргізіп, штопорын сыртқа шығарып аламыз. Бұл штопор бізде ұзындау. Біріншісіне қарағанда бір шетке алып қоямыз. Және де бұл шетінде де крышка бар. Қапқағын сыртқа жаймен плоский отверткамен сыртқа шығартып аламыз. Крышкалар, яғни қапқақтар бәрі бірдей емес, әрқайсысы әртүрлі. Өзінің орны бар. Оң жақта, сол жақта тұратын. Жоғарғы бункерні алдық. Бұл бункерде отход жиналады. Мынау бізде магнитный вал. Магнитный вал байқасаңыздар, ортасы аппақ болып тұр, екі шеті қаралы болып тұр. Ол деген сөз тонер таусылғанын білдіреді, немесе магнитный вал сызылып шаруасы, яғни жұмыс мерзі біткенді білдіреді. Мына полоска болып тұр. Орта жақтары шықпай қалған, кейбір әріптер шықпай қалған. Ол негізі дұрыс емес. Біз енді бүгін бұл сабақта заправка жасауын үйренейік. Менің каналыма тіркелсеңіздер, менің каналымда басқа қолдан көрсетемін. Енді магнитный вал алу үшін мына жерде қапқаға бір ұстап тұрған. Соны жаймен плоский отверткамен сыртқа шығарып, итермелеп сыртқа шығарып босатып аламыз. Байқасаңыздар, шуруптары жоқ екен. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Мына жерде шестеренка бар, оны шығартып аламыз.
Енді мынакей магниттік валды сыртқа шығартып алдық. Бір шетке алып қоямыз. Колпачоктар бар, колпачоктар жоғалып қалмасын. Міндетті түрде қажет олар. Барабан алып қоямыз бір шетке. Енді біз лезвияны сыртқа шығартып алуымыз керек. Лезвияны алу үшін екі шурупты босатып аламыз. Камераны дұрыстап қойып алайын. Мінекей бірінші шурупты және екінші шурупты босатып аламыз. Картридждің ішіндегі қатырылған шуруптардың барлығы бір типті. Енді мына нені алу үшін, лезвияны алу үшін плоская отверткамен жаймен сырт жоғары қарап көтереміз. Екінші жағынан да бұл лезвияны негізі клеймен жабыстырып қойған екен. Қазір көресіздер. Мінекей алынды. Мінекей клеймен жабыстырып қойған екен. Кейін қайтып орнататын кезде клеймен жабыстырудың қажеті жоқ. Мінекей бұл бункер, бұл бункерге тонер заправка жасайтын бункер. Оригинал тонерді осы жерге заправка жасау керек. Бізде тонер 700 грамдық үлкен банкіде тонер келген. Құтыдағы тонерді шайқап, біраз шайқап жұмсатып, сосын барып заправка жасаймыз. Байқасаңдар, банканы мен айналдырып заправка жасап жатырмын. Сіздер де осындай айналдырып заправка жасасаңыздар болады. Сыртқа төгіліп кетпеу үшін айналдырып тұрған дұрыс. Айналдыру себебі ішіндегі тонер нығыздалып қалмау үшін керек. Ішіне ауа кіру керек. Мінекей заправка бітті. Заправка бітті. Енді біз лезвияны тазаламыз керек. Мына жерде байқасаңыздар, лезвияның бетінде қара дақтар пайда болған. Ол деген тонер қатып қалған. Оны біз міндетті түрде тазаламыз керек. Спиртпен немесе мистер мускулмен. Бұлай қырып кеткізуге болмайды. Бізде спирт, кәдімгі этиловый спирт, медицинский. Сонымен қазір сол дақтарын кеткіземіз. Мінекей қазір шүбірекке шамалы батырып алайық та спиртті. Енді мына лезвияға тигізіп, қайта сүртіп, шама келгенше лезвияны майыстырмай, қатты сүрту керек. Кеткізу керек сол қара дақтарды. Егер де сол қара дақтар кетпесе, сол бойынша қалып кетсе, нашар болады қағаз. Мінекей көріп тұрса, тап-таза болды. Ол жақсы нәтиже. Керемет. Жалғастырамыз. Енді біз, мынау бізде магнитный вал, біздің жұмыс магнитный валды тазалау. Магнитный валында да бір жерлерінде қара дақтар бар. Мінекей көргендеріңізде жоғары жақта және төменгі жақта айналма дақтар қалып кеткен. Ол дақтар деген сөз тонер, яғни еріп сол жерге жабысып қатып қалған. Оны да біз спиртпен қатты қысып тазаламыз керек. Және де мына колпачоктарды тазаламыз керек, міндетті түрде. Колпачоктың ешқайсы бірі жоғалып кетпеу керек.
міне магнитный балды спиртпен полный тазалаймыз. Жақсылап, ешқандай бір қара жер қалмау керек. Менің каналыма, YouTube каналыма тіркеліңіздер. Осында картридждерді жөндеулі видеолары бар. Мінекей магнитный бал тазаланды, өте жақсы. Енді кезек бізде барабан, яғни селеновый вал. Селеновый вал, барабан дейміз. Бұлайша онды екі жағынан тонер қатып қалған. Онда осында жаңағыдай тәсілмен сүртіп кеткізуіміз керек спиртпен. Менің каналыма тіркелсеңіздер, осындай ақаулар жөндеу бойынша әртүрлі құпия секреттерді үйретіп отырамын. Видеоға, яғни YouTube каналыма шығарып отырамын. Комментарий қалдырыңыздар. Міндетті түрде. Мінекей тазалап болдық. Өте жақсы. Енді барлығын қайтып өз орнына қойып жинастырамыз. Жаңағыдай реттілікпен лезвияны орнатамыз алдымен. Лезвияны өз орнына қойған кезде екі шетінде орналасқан кертіктер бар, сол жерге орналастыруымыз керек. Мінекей екі шетінде. Және шұрып қатыратын орны бар. Шұрыптан өз орнына қатыруымыз керек. Егер жақындау қарайтын болсаңыз, сол жерде өзінің орындары анық көрініп тұрады. Шұрыптан аяғына дейін толық жақсылап қатырдық. Енді келесі қатыратын нәрсе бізде магнитный вал. Колпачоктарын саламыз. Екінші жағын міндетті түрде саламыз. Қалып кетпеу керек. Шестеренканы алған орнына қоямыз қайтып. Мінекей қойдық. Екінші жағынан шестеренканы міндетті түрде өз орнына дұрыстап түсіруіміз керек. Мінекей қазір түсіріп жатырмыз. Колпачокны салдық. Енді соны ұстап тұратын өзінің жаңағы крышкасы қапқағаны қайтып өз орнына қоямыз. Мына магнитный балға кіретін өзінің орны бар арнайы. Сол жерге қарап тұрып кіргіземіз. Мына видеода көргендеріңізде мінекей болды, орнына түсті. Мына бункер бізде отход жиналатын. Тонерді қолданған кезде мінекей отходтар жиналып сыртқа төгіліп жатыр. Оны біз тазалауымыз керек міндетті түрде бұл бункерді. Бізде бункер, отход жиналатын бункер бар, және таза тонер жиналатын бункер бар. Таза тонерді біз жаңа заправка істедік. Енді біз отход жиналатын бункерді толық тазалауымыз керек. Мынау бізде резиновый вал. Және де ракель. Көріп тұрғандарыңыз. Сол ракельді босатып аламыз екі шұрыптан. Плоский отверткамен жаймен көтерсек, жоғары қарай бөлінеді өз. Оны да клеймен жапсырып қойған. Соны жаймен көтере берген сайын өзі ажырап шығады. Мінекей ажырап шықты. Мына мен жаңа айтқандай, ішінде отход жиналып қалған. Сол отходты біз қоқысқа тастаймыз. Ол бізге керек емес. Ол тонер одноразовый, яғни бір рет қолданасыз, болды. Ол тонерді қайтып қолдануға болмайды. Енді ішін тазалау үшін шүберек немесе кесіш керек.
Мына ракелді біз шүберекпен тазалаймыз, және де спиртпен тазалап шығуымыз керек. Ракелде байқасаңыздар сары полоска тұр. Ол дұрыс нәрсе негіз. Сондай арнайы паста болады. Сонысы жағып қойған. Но бізде резиновый вал. Резиновый валды да спиртпен тазалаймыз. Жақсылап тазалап кеткізу керек. Тонерлерді отход қалып кеткен тонерлерді спиртпен тазаламыз керек. Оған да тонер жабысып қатып қалады. Екі шетінде өзінің насадкілері бар, соны салып қоямыз. Ол да бір көмегін тигізетін бір элементтер болып саналады. Іші тазаланды. Ракелді өз орнына қатырамыз енді. Ракелді өз орнына қатырған кезде өзінің орны бар. Шұрппен қатыратын орындары және кертіктер. Соған қарай отырып орналастырсақ болады. Шұрптан қатырдық. Мінекей енді резиновый валды өзінің орны бар. Орнына қойып, үстінен бір басқан кезде шақатып өз орнына түседі. Мінекей бір басық шақатып өз орнына түсті. Бір-екі рет басып қарасақ, көрінеді түскен түспеген. Мінекей ойнап тұру керек сондай. Пружинасы бар, яғни мына жері мына пленкасында тонер қалып кетіп, соны тазалау керек. Бұл пленкада да тонерлер қатып қалған екен негізі. Оны да тазалап тұру керек. Спиртпен тазалау керек, міндетті түрде кеткізу керек соны. Егер тазаламасақ, ертең қағазға документ шыққан кезде полоса болып шығады, ұзын сызықтар болып шығады. Енді келесі жұмыс бізде барабанны орнату. Барабанда мына жерде тұрған шестеренка бар, соған қарай орнатамыз. Орнына ауысып кетпей керек. Аударып қоймаңыздар барабанның орнын. Барабанны шестеренкасына қарап орнатамыз. Мінекей енді біздің жұмыс құрастыру. Жоғарғы бункерні, астыңғы бункері аударып алып келеміз да, өзінің мына орнататын жерлері бар, пружинаға түсетін жерлер. Мінекей біріншісін қойдық, енді екіншісін қойдық. Мінекей пружина ұстайтын, орнататын, пружина қонатын өзінің орны бар. Енді екі жағынан да жаңа қақпақтарын әкеп орнатамыз. Бер жағында бізде барабанның стопоры бар, соны кіргіземіз. Мінекей ол түсті. Оның төменгі жағы крышкасы бар, стопорына өзінің орны бар, мінекей қарап тұрсаңыз, орнына кіргізуіміз керек. Байқасаңыздар, оң қолымен картриджді ұстап тұрмын, соң қолымен крышкасын жауып жатырмын. Мына стопорды орнатқан кезде ішіне қарасаңыздар, өзінің орны бар, яғни тесігі. Соған қарап тұрып кіргізесіздер. Өзі кішкентай жер. Мінекей кірді. Таканса кіретін болса, ол дұрыс деген сөз. Жақсы, мына сырттан қарасақ, жабылып тұрма, ашық тұрма керек, жабық тұру керек. Енді екінші жағы. Екінші жағына солай кіргіземіз. Ол да тура жаңа бірінші сияқты. Енді оны асты жағын бар, стопормен кіргізу керек. Стопорны алдымен алып тастайық, сосын сырттан кіргізе саламыз. Мына крышкасын орнына қойып алайық. Бір қолыммен картриджді ұстап қысып тұрамын. Екінші қолыммен стопорны кіргіземін. Өзінің орнына кірген кезде аяғына дейін кіретін болса, ол дұрыс деген сөз. Кірмей жатқан болса, соны орнына тауып кіргізу керек. Мына жерге кірмей жатыр, соны орны келмей жатыр. Қайтадан орнына келтіріп алдым. Орнын тауып кіргізу керек. Мінекей орнына түсті.
мына жерде мына барабанның шестеренкасы орнына келмей жатыр. Орнына келтіріп, сосын барып крышкасын жапсақ, штопор кіреді өз орнына. Бұл картридждердің маркілері бір болғанмен, олардың жылда әртүрлі типтері шыға береді екен. Бұл типі биыл ғана шыққан, 2023 жыл. Басқаша типте екен, бірақ маркасы сол бір қалыпты марка. Мінекей штопор кірді, крышкалар жабылды. Ол жақсы болды. Енді шуруптарын қатырамыз. Бұл картридж Samsung SX 3400 деген принтердің картриджі болып саналады. Бұның картриджі басқа сол принтердің типтегі принтерлерге сәйкес келе береді. Яғни бұл картридж 101 болса, 111 деген картридждермен бірге жүре береді. Яғни маркілер бір болып саналады. Мына шуруптан аяғына дейін барлығын қалдырмай қатыруымыз керек міндетті түрде. Картриджді заправка жасап болғаннан кейін міндетті түрде принтерге салып, тексеріп шығарып көру керек қағаз. Ақау бере ма жоқ па, соны анықтауымыз керек. Барлығын тазалап, енді принтерге салып көреміз. Бізде принтер Samsung SX 3400 маркалы. Картриджді салу үшін крышкадан ашамыз. Мінекей картриджді салып жатырмыз. Картридж салған кезде, егерде лампочка жасыл болып жанса, дұрыс жұмыс істеп тұр деген сөзі білдіреді. Егерде лампочкасы қызыл немесе сары болса, ошибка деген сөзі білдіреді. Состояние жасыл болды. Өте жақсы, керемет. Жұмыс процесі жақсы жүріп жатыр. Картриджді қабылдады деген сөз. Енді бір пробный қағаз шығарып көреміз. Тексеру үшін. Шығару барысында дауысын естіп көреміз, қытырлай ма жоқ па, айналымы дұрыс па, принтерден дауыстар қалай шығып жатқан тексереміз. Мына қағаз шықты, енді тексеріп көрейік. Байқасақ, документ толығымен шықты, бірақ бір шеті соң жағында кейбір жерлерде волна болып шықпай қалған. Бір волна, екі волна болып. Ол деген сөз, бір жерде контакт жоқ деген сөз. Бір жерінде контакт тимей тұр. Принтер, яғни картридждің шеттеріне контакттер болады. Ток көзі жүріп тұратын, сигнал барып тұратын. Бұны анықтау үшін картриджді қайтып басынан ашамыз енді. Бұл картридждің бір жері бұзылып немесе сынған емес, тек бір жері дұрыс қосылмаған немесе қатырмай қалған. Мына жерімді пружина қарап көрейік. Сыртын қараймыз, бәрі дұрыс. Берік шетін қарайық енді. Мінекей мына жері байқасақ, пружина өз орнына түспей қалыпты. Ол да әсер етеді. Яғни картриджді шығу барысында ойнап қалмау үшін, яғни бір қалыпты болу үшін пружина қойылған. Бір жағы дұрыс екен. Сол жағында пружина өз орнына түспей қалған. Соның орнына түсіруіміз керек енді. Ондай да бір вариант болуы мүмкін. Басқа да варианттар болуы мүмкін. Қандай ақау болған. Мінекей қазір қайтадан крышканы алып, шуруптарын босатып, пружинаны өз орнына қойымыз керек.
Картридждің бұзылған себебін анықтау үшін алдымен одан бір қағаз шығарып көру керек. Сол кезде бізде анық болады. Жобалап деген. Ақаулар өте көп, ақаудың түрлері өте көп. Оның жөндеу жолдары да әртүрлі. Сол үшін сондай ақауларын анықтап біліп алу үшін немесе қалай жөндеуге жолдарын көрем десеңіздер, менің каналыма тіркеліңіздер. Каналымда сондай ақауларды жөндеу туралы видеолар болады. Комментарий қалдырыңыздар. Міндетті түрде сұрақтар қойыңыздар. Сол сұрақтарына мен жауап беруге тырысамын. Белгілі бір тақырыпта видео түсірсеңіздер, сол тақырыпта видео түсіруге әрекет жасаймын. Мінекей, пружинаны өз орнына қойдым. Крышкасын қайтып жаптым. Қайтып шуруптан өз орнына қатырамыз. Менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. IT маман деп аталады YouTube каналым. Ол каналда компьютер техникалар, принтерлер, сканерлер, плоттерлер, әртүрлі станоктар, әртүрлі программалар, антивирустар, Windows'тар, соларды қалай орнатуды, установка жасау, баптау, секреттер, прошивка жасау, қалай ключтерін енгізу, солар бойынша видеолар шығып тұрады. Мінекей пружина орнатылды. Картриджді шайқап, горизонтально шайқау керек. Тонер шашырып тұру үшін. Ішінде яғни. Картриджді өз орнына орналастырамыз. Крышкасын жабамыз. Қайтадан пробный шығарып көреміз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Екінші рет пробный қағаз шығарып көреміз. Тағы да ақау шығады. Сол ақауды қалай шешу жолын көрсетемін. Бір секреті бар осы жерде. Дәл осы картридждің секреті бар екенін мен анықтап білдім. Сол видеоны сол моментті көресіздер. Мінекей қайтадан шығарып көрдік. Қайтадан дәл сол ақау шықты. Үшінші рет шығарған кезде одан сайын нашар болып кетті. Яғни тонер сыртқа шашырап жатыр. Ол деген сөз бір жері босап кетті деген сөз. Картриджді қайтадан шашамыз деген сөз. Бұл жерде меніңше лезвие босап кеткен, немесе крышка босап кеткен. Мен ақауын таптым. Мінекей мына жерде лезвие мен магнитный балды ұстап тұратын мына крышка босап кеткен екен, сыртқа шығып кеткен, ажырып кеткен. Соны өз орнына қойдым. Және де байқасаңыздар, секреті осы жерде. Шұрып қатырылмаған екен ол жерде. Бұл жерде шұрыпты әдейі қатырмай кеткен заводтан. Бұзылсын, тезірек ақау берсін деген сияқты. Мінекей шұрып қатырдық. Негізі бұл жерде шұрып жоқ еді басында, естеріңізде болса. Видеоның басына барып тексеріп көрсеңіздер, шұрып мүлдем жоқ еді. Заводтан келгенде осындай шұрып жоқ кетпеген. Осындай секреттер кездесіп тұрады екен. Мінекей сол лезвие мен магнитный балды ұстап тұратын крышкаға жауып қатырып қойдық. Енді картриджді қайтадан жинастырамыз. Кейбір жерлерге тонер шашылып кетті. Соны қайтадан тазалаймыз, сүртіп. Егер де сіздер картридж жинап шашуды үйренем десеңіздер, бір жарамсыз картридж алып, осы менің каналыма YouTube'та шыққан видеоларыма қарап тұрып, қайталап үйренсеңіздер болады. Каналыма тіркеліңіздер, комментарий қалдырыңыздар, лайк басып кетіңіздер өтініш сіздерден. Босаған кезде немесе мотивация ретінде сіздерге көмегім ретінде қазақша сабақ болсын деп қазақ тілінде IT мамандығы бойынша видеолар шығарып тұрамын.
міндетті түрде подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Мінекей шуруптарын қатырдық. Қазір мінекей баяғы жаңағы шыққан қағаздар тұр столдың үстінде. Қайталап бір шығарып көрейік пробный қағаз, дәл осы документті. Сосын салыстырмалы түрде байқап көресіздер. Егер де картриджді сіз сапалы заправка істеп берген болсаңыз, нәтижесі де сапалы болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте таза, сапалы түрде документ шығып тұр. Ешқандай ақау жоқ, ешқандай бір сызықтар жоқ. Сонымен біз қандай мәселе шештік осы жерде? Заправка жасауын үйрендік, ақауларды жойдық, картридж элементтерін түсініп алдық. Және де мынандай бір секреттерін көріп алыңыздар, үйреніп алыңыздар. Мінекей ескі қағаздар қандай еді, соңғы шыққан қағаз қандай болып шықты. Осында проблеманы шештік. Каналға міндетті түрде подписка етсеңіздер. Сіздерден лайк болсын.